Бір қызығын айтайын, дастархан тұр, ода арақ тұр. Не істейміз? Біз ол дастарханда отырмаймыз. Өйткені ол дастархандағы тағам арамға айналған жоқ. Ол отырыс арамға айналды. Ол жерде отырғандар лағнеттелген адамға айналады. Ауыр болса да айтайын. Шапса шауып алсын, ше. Ауыр болса да айтайын. Ішімдікті таситын адам, сататын адам, әкеп беретін адам, ақшасын төлейтін адам, құйып беретін адам, ішетін адам, сол жерде отырып просто ішкізіп қарап отырған адам, бәрі Алланың лағнетіне ұшыраған адамдар. Шапсаң шауып ал, осы расы. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан. Бәрі лағнеттелген 10 адам бар. Тасушы, әкелуші, өңдеуші, шығарушы, сатушы, сатып алушы, ақшасын төлеуші, просто ортадағы дәнекер, әкеп беруші, құюшы, бірге ішуші, ішкізуші, мен ішпеймін, өзің іше бер деп просто қасында отырған адам. Бәрі лағнет